Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов ауданы Новайшим селосы Астана бөбекжайының тәрбиешісі Төлепова Мадина Жәрдемқызы. Менің тәжірибем 4-5 жастағы балаларға арналған. Тәжірибемнің білім беру саласы таным бөлімі қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, тақырыбы 1, 2, 3 цифрлары туралы өткенді пысықтау, биік аласа. Мақсаттары өз бетінше жұмыс жасай білуге, санау салыстыру дағдыларын қолдана білуге үйрету, таныс заттарды биіктігіне қарай биік аласа деп салыстыра білуге үйрету, 1, 2, 3 цифрлары туралы өткенді пысықтау және цифрларды заттың сәнмен сәйкестендіре білуді үйрету. Ендеше ұйымдастырылған оқу қызметімізді бастаймыз. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, мен орманда жүріп тоңып қалдым. Үйіме баратын жолды да таба алмай адасып жүрмін. Бірақ сендерден көмек сұрап тұрмын. Маған көмектесе аласыңдар ма? Балалар, түлкі орманда жүріп, үйіне баратын жолды таба алмай адасып қалыпты. Түлкіге көмектесейікші? Тапсырмаларды орындай алсаңдар, маған көмектесе алдыңдар деген сөз. Тапсырмаларды орындау арқылы түлкіге көмектесе алады екенбіз. Ендеше көмектесейік, балалар. Бірінші тапсырмада 1, 2, 3 цифрлары және де 3 гүл, 1 тиын, 2 көбелек, 2 құс, 1 күннің көзі және 3 әтеш бар екен. Бірінші тапсырманы орындай алдық па? Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға қарайық. Екінші тапсырмада жетіспейтін сандарды табуымыз керек. Біріншісінде 2 саны жетіспейді, екіншісінде 1 саны жетіспейді, үшіншісінде 3 саны жетіспейді, төртіншісінде 2, 3 саны жетіспейді және бесіншісінде 1, 3 сандары жетіспейді екен. Екінші тапсырманы орындап болсақ, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші тапсырмада биіктігі әртүрлі ағаштар, шыршалар және үйлер берілген. Осы заттардың қайсысы биік және қайсысы аласа екенін тауып көріңдерші. Үшінші тапсырмада сол жағымызда тұрған үй, ағаш, шырша, биік екен. Үшінші тапсырманы орындап болсақ, төртінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Мұқият болыңдар, балалар. Төртінші тапсырма бізде логикалық тапсырмалар екен. Логикалық тапсырмада заттардың қай санға ұқсап тұрғанын табуымыз керек, балалар. Сонымен, балалар, логикалық тапсырмада жылан 3 санына, балмұздақтың таяғы 1 санына және аққу мен жылан 2 санына ұқсайды екен. Біз сіздермен барлық тапсырмаларды орындап шықтық. Рахмет, балалар. Сендерге көп рахмет айтамын. Енді үйіме бара алатын болдым, балалар. Сау болыңдар, балалар. Тапсырмаларды орындау арқылы түлкіге үйіне баратын жолды тауып беріп көмектестік. Жақсы, балалар. Ал енді, балалар, біз бүгін сіздермен қандай тапсырмалар орындадық? Дұрыс, біз заттардың санына қарай атап шықтық.
түсіп қалған сандарды орнына қойып шықтық. Биіктігіне қарай заттарды салыстырдық және де логикалық тапсырмалар орындадық. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Осымен біздің ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіміз аяқталды. Сау болыңыздар.